Баршаңызға сәлем пайдалы арна көрермендері. Бүгінгі видеомызда үйіңізде болуы тиіс 6 емдік шөп түрін және пайдасын қалай дайындалу жолын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бағасы арзан, құндылығы жоғары емдік шөптердің тізбесімен танысып отырыңыз. Емдік шөптердің арасында да өзгелерінен ерекшеленіп тұратындары бар. Бірі ежелден ем ретінде қолданылса, екіншісі емі жоқ дертке дауа болып даралануда. Фитотерапевт мамандар емдік шөптердің арасынан 6 түрлісін таңдап алып, әрбір үйдің дәріханалық қобдишасынан табылуына кеңес береді. Өйткені аталған бұл шөптерді әлем мамандары мойындап, бүгінде кеңінен қолданып жүргені дәлелденген. Түймедақ, ромашка, апигенин заттегіне бай. Ол стресске қарсы күреседі, әрі жүйке мен асқазан жолдарының қызметін жақсартады. Ағзаңызды қуаттандырып, ішектің жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне кем дегенде 3-4 шыны түймедақ шайын ішіңіз. Шүйгін шөп валериана ұйқысыздық ауруынан айықтыратын бірден-бір емдік өсімдік. Оның құрамында ұйықтататын қоспалар болады. Егер түнгі ұйқыңыз бұзылып, таңға дейін көз ілмей шықсаңыз, онда күнде жатардан алдын 1 стақан қайнатылған суға 2-3 тамшы шүйгін шөп сұйықтығын тамызып, бумен тыныс алыңыз. Сосын төсегіңізге жайланып жатып, тәтті ұйқы құшағына еніңіз. Ал егер қалқанша без, жүйке, сіңірдің тартылуы, жүрек аурулары сыр беріп жүрсе, шүйгін шөп қосылған шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Шайды дайындау үшін 1 шай қасық ұсақталған шүйгін шөпті 200 мл қайнаған суға салып демдейсіз. Шамамен 4 сағаттан соң шайды сүзіп алып ішіңіз. Жалбыздың мята құрамындағы ментол асқазан жолдары мен ұйқы безін емдейді, әрі жөтелді жұмсартып, қақырықтың сыртқа шығуына ықпал етеді. Мұндай жеңілдікке ие болу үшін күніне 3-4 рет жалбыз шайын ішіңіз. Жалбыз шайы тұмауды, вирусты, суықты, тамақ ауруларын емдеуге де таптырмайтын сусын. Шайқурай зверобой күйзелістен құтқаратын емдік шөп. Сонымен қатар асқазанның қышқылы көбейген кезде де шайқурай шайын ішу ұсынылады. Сонымен қатар суықты емдейді, қанды тоқтатады, иммунитетті нығайтады, ағзаны қуаттандырады, әрі жаныңызды тыныштандырады. Шайқурай шайын дайындауда әдеттегідей жасалады. 1 литрлік термосқа 2 шай қасық шөпті салып, үстіне қайнаған су құясыз. 20-30 минуттай демделген соң сүзіп алып, ем ретінде қолданасыз. Адам тамыр, женьшень, ағзаның қарсыласу күшін арттыратын өсімдік. Бұл емдік шөпті ұзақ уақыт ауырған науқастарға, спортпен айналысатындарға, иммунитеті әлсіз, қаны аз, әлжуа жандарға ішуге кеңес етіледі. Адам тамыр тұнбасы денсаулықты жақсартады, әлсіздіктен арылтады, есте сақтау қабілетін арттырады. Бірақ бұл шайды таңертең ғана ішу керектігін ұмытпаңыз. Өйткені адам тамыр ұйқыны қашыратын қасиетке. Қызыл күрең, эхинация, суықты, тұмауды, баспаны, тыныс жолдарын емдеуге таптырмайтын шөптесін өсімдік. Тіпті иммунитетті нығайтатын, ағзаны вирус пен бактериядан қорғайтын қасиеті де дәлелденген. Сондықтан да дәрігерлер вирустық ауруларға шалдыққандарға қызыл күрең шайын ішуге кеңес береді. Өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз, немесе жоғарыда келтірген аурулар сыр бере бастаса, дереу қызыл күрең шөбін қайнатып ішіңіз. Қаншалықты ертерек бастасаңыз, аурудың алдын алатыныңызға сеніңіз. Емделу мерзімі 8-10 күн аралығында жүргізіледі. Міне, ардақты оқырман, аты аталған 6 шөп үйіңізде болса, ауру сізден айналып өтеді. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз.